Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге тауық еті мен көкөністен жасалынған запеканканың рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны қарамас бұрын YouTube арнама тіркеліп, жанында қоңырауша мен лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін жақсылап жуып алып, бірнеше бөліктерге бөліп, кубиктеп турап аламыз. Содан соң оның үстіне тұз сеуіп, жақсылап араластырып, 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін енді біз көкөністерімізді дайындаймыз. Алдымен бізге қажетті көкөністер бұл капуста, картоп, сәбіз, қызанақ және укроп. Осы капустадан бастап қазір біз ұсақтап турайтын боламыз. Өте жіңішке қылып турағандарыңыз жақсы. Мынандай қалың жерлерін алып тастайсыздар. Кейін картоптарымызды үккіштен өткіземіз. Содан соң сәбіздерімізді де үккіштен өткізіп, барлығын бірін үстінен бірін бір ыдысқа саламыз. Қызанағымызды да жіңішкелеп, соломкалап тураймыз. Ең соңында осы укропты ұсақтап турап үстіне саламыз. Енді осы көкөністеріміздің үстіне шамалап тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Кейін осы көкөністеріміздің үстіне қосатын соусымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа, шамалы шымшым тұз, бұрыш және айран қажет болады. Алдымен осы дәмдеуіштерімізбен жұмыртқамызды араластырып алып, содан соң үстіне 2,5% айранымызды құямыз. Осы дайын болған соусымызды көкөністеріміздің үстіне айналдыра жақсылап толығымен құйып шығып, барлығын біркелкі араластырамыз. Ендігі кезекте пеште пісіретін шынымызды дайындаймыз. Ол үшін мен гхей майын кесішкінің көмегімен толығымен айналдыра жан-жағына жағып шығатын боламын. Содан соң оның үстіне тауық етін жақсылап біркелкетіп орналастырамыз, тегістеп. Содан соң көкөнісімізді саламыз үстіне. Жалпы пісер уақытта көкөнісіміздің бойында өзінің сөлі бар, содан соң жаңағы араластырған соусымыз бар. Соның қалған барлығын тұтасымен үстіне құйып шығамыз. Осылай қасықпен тегістеп бастырып. Енді осы дайын болған тағамымызды алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста 1 сағат көлемінде піскенше пісіреміз. Некей тағамымыз шамалы пісуге жақындаған уақытта үстіне үккіштен өткізілген сиырымызды салып, 10 минуттай пеште ұстаймыз. Сиыр толығымен еріп, біздің запеканкамыз дайын болды. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Үй жағдайында міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы өте оңай, жеңіл жасалады, көріп тұрғандарыңыздай. Жұмсақ болып шыққан кәдімгідей. Ысылай күйінде салып жатырмын. Астарыңыз дәмді болсын.